Ал бәрімізге ас болсын. Мінекей эфирдің алдында бір қойды сойып, екеуін таратып, мұқтаж жандарға үшіншісін осылай қуырдақ қуырып екенкеміз алып келді. Ауыз тиіп қазір кран башылап, эфирға шығатын боламыз бұйыртса. Аз ғана секундтар қалды. Менің мамам бүгін билет әперсең, бүгін кетем деп отырыс келенге ұстап отырмын, тұра тұрыңыз, жаңа жылдың алтында күшті контент түсірейік, әдемі фотосессия жасайық өзіңізбен деп. Бүгін біздің студиямызда фотосессия, түрлі брендтердің киімін дайындап жатыр стилистіміз, Индира бояп үлгерді, рахмет. Енді хабарландыру. Менің оқырмандарымның арасында креативті индустрияда жүргендер көп. Ол креативті индустрия дегеніміз, ол шығармашылықтың өзінің нәпақасын тауып жүргендер. Ақын, жазушы, блогер, әнші, композитор, музыкалық продюсер, бәрі кіреді. Оның ішіне сіздердің барлықтарыңызды 22 күні Empire Hall'да үлкен кешке шақырамыз. Келіңіздер, мен сілтемесін қалдырайын, сол жерден билет алсаңыздар болады. Алматыдан да біраз кісілер келе жатыр. Коллаборация жасауға мүмкіндік болады. Идеядан идея туып, жаңа бір тың дүние ойластыруымыз мүмкін. Сондықтан мен де болам. Келіңіздер, 22 күні Empire Hall Астана. Қалайсыздар? Жақсысыздар ма? Кешегі видеома қыздар жазыпты. Ләйлә ханым, қандай косметика пайдаланасыз деп. Шын айтқанда бар ғой, анау айтқандай люкстың люксы. Тек қана қымбат бренд пайдаланам деп айтпаймын. Мысалы, мен отандық өнімдерді де пайдаланам. Бірақ менде көбіне мынау Геноның мына линиясы, яғни анти-эйдж линиясы бар. Осын көбірек пайдаланам. Арасында міне мынадай корейский косметика да бар, SPF, көзге жағатын, японский көзге құятын да бар. Мынау Ламердің бет сүртетіні де бар деген сияқты. Тоналкаға келетін болса, қыздар, менде мына екі тоналка бар. Осы екеуін араластырам кейде. Қатты плотно керек болса араластырам, ал егер жоқ, жай жеңілірек қажет болса, онда мынау ланкомды пайдаланам. Өткенде мен осы жерде бір опрос жүргізіп айтпақшы достар. Балаңыз мектепте оқыса, бағасы қаншалықты маңызды деген. Көптеген ата-аналар шамамен бір 50%-дай ғой деймін. Жауап берді. Я, бізге баламның мектептегі бағасы маңызды. Енді бірі ұбт-ға дайындық маңызды, ұбт маңызды. Кейбірі баламды